Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі үгітілмелі самсаның рецептімен бөлісемін. 200 грамм сары майымызды ұнға аударып, үкіштен өткізіп майдалап аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығу керек. Мен 250 грамм мұздай суға 1 чай қасық тұзымды және 1 жұмыртқаны салып жақсылап араластырып алдым. Қамырымыздың үстіне дайындаған суымызды құямыз. Жақсылап шанышқымен араластырып, қолымен қамыр илейміз. Достар, каналымда жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін тіркелулеріңізді ұмытпаңыздар. Және де қазақша контенттің ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, нұр үстіне нұр. Қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Салмасына пиязды майдалап турап аламыз. Мен салмасына 300 граммдай фарш, пияз, тұз және қара бұрыш салып, араластырып дайындадым. Тоңазытқыштан қамырымды шығарып, оны майда-майда бөліктерге бөліп дайындап қойдым. Видеода көрсеткендей қамырымызды оқтаумен жайып, ішіне салмамызды салып, әдемілеп өріп шығамыз. Міне достар, осындай әдемі самсалар шықты. Үстін жұмыртқаның сары уызымен жағып шықтым. Пешке 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп алдым. Осындай әдемі жұмсақ әрі иісі керемет самсаларымыз дайын. Видеомды аяғына дейін қараған үшін рахмет сіздерге.